Біз білетін Асан қайғыны жұрт Асан мырза деп атапты. Ол кілең, жақсы мен жайсаң жиналып отырған жерлерге баратын. Сол жерде Асан олжалы балықшылар туралы қызықты әңгіме естиді. Сөйтіп, олармен кездесуге өзенге барады. Атақты абызды көрген балықшылар суға екі ау тастайды. Олар бір аудың олжасын түгелдей Асанға беретіндерін айтады. Алғашқы ауға өте көп балық түседі. Сол күндерде бір перінің 7 ұлы мен қызы бопты. Қыз бой жетіп, ағаларына мені тек адам баласына ғана қосуларын керек депті. 7 ағасы тәкаппар қарындасын сырты күміспен көптелген сандыққа отырғызып, өзенге ағызып жібереді. Балықшылардың екінші ауына тап сол күміс сандық түседі. Мына кереметті көрген Асан балықшыларға: "Уа жақсылар, қайсысын қалайсыңдар? Сыртындағысын ба әлде ішіндегісін бе?" деп сауал тастайды. Күмістей жылтыраған сандыққа қызыққан балықшылар сыртындағысын таңдайды. Сонда Асан: "Олай болса, мен ішіндегісін аламын" дейді. Сандықты ашып жібергенде ішінен ғажайып сұлу қыз шыға келеді. Асан балық пен күміс сандықты балықшыларға тастап, өзі қызды үйіне алып келеді. Перінің қызы Асанға 3 шарт қояды. Бірінші, ұйықтауға жатқанда сен менің қолымды ұстамайсың. Екінші, бір жаққа кеткен кезде үйге кенеттен келмейсің, жабықтан сығаламайсың. Үшіншісі, 3 жыл бойы үн қатпаймын. Сөйлеуге мәжбүрлемейсің. Шартым туралы ешкімге тіс жармайсың. Асан келіседі. Асанның мылқау қызға үйленгенін көрген жұрт: "Сірә, Сахара қыздарының ішінде оған ұнағаны тек осы мылқау болды ма?" деп сөге бастайды. Елдің сөккеніне қатты қапаланған Асан, әйелім белгілеген мерзімнен бұрын сөйлеп кетер ме деген оймен бір адамнан оның халқы көп, улап-шулап жатқан Дулы базарға апаруды өтінеді. Бірақ шулы базарда да қыз ләм деп тіл қатпайды. Енді Асан әлгі адамға әйелін сусыз шөлге апарып, оның көзінше қымыз құйған үлкен местерді құмға төңкеріп тастауға бұйырады. Қымыздың төгіліп жатқанын көріп шыдай алмай бірдеңе айтар деп үміттенеді. Бірақ әйелі бірде-бір дыбыс шығармайды. Бір күні Асан жақсы досының үйіне қонаққа барады. Сонда досы: "Құлақ сал, Асан, сен менің жалғыз досымсың. Өзің сондай бай адамсың. Сөйте тұра, саңырау мылқауға үйленгенің қалай? Өзіңе лайықты жар кездеспеген ме?" дейді. Асан жақын досының таққан бұл күнәсіне үндемейді. Бірақ сөздері жанына қатты батады. Жұрттың жазғырғаны жанына батып, шыдай алмаған Асан досына: "Менің әйелім 3 жыл бойы сөйлемеймін деген шарт қойды. Мен оған ғашық болып үйлендім. Бүкіл ғұмырмен салыстырғанда 3 жыл деген не?" деп сырын ашты. Содан Асан үйіне келсе, әйелі құсқа айналып түндіктен ұшып кеткелі жатыр екен. Күйеуін көріп: "Асан, мырзам менің, сені нағыз еркек, сынаққа төзе алады деп саған күйеуге шығып едім. Мен сенен 3 нәрсені өтіндім. Бірде дегбірсізденіп қолымды ұстадың. Үйге кенеттен қайтып келіп жабықтан сығаладың. Мені шулы базарға апарып жұртқа көрсеттің. Сенің адамың мені тұзды құм кешіп жүруге мәжбүр етті. Ақырында жақын досың айтып 3-ші шартты да бұздың. Енді мен саған жоқпын, сен маған жоқсың. Бірақ менің құрсағымда 5 айлық ұлың кетіп барады. Оны Мысыр елінен табарсың. Мәңгілікке хош бол" деп әйелі киіз үйдің түндігінен ұшып шығып ғайып болады. Асан мырза өзінің сұлу әйелін ойлап қатты қайғырады. 7 жыл бойы өзінің желден де жүйрік желмаясымен бүкіл әлемді шарлап, әйелін және береке бақыт жайлаған жерұйықты іздейді. Бірақ әйелін де жерұйықты да таба алмайды. Сол кезден бастап қайғы шерге батқан Асанды жұрт Асан қайғы деп атап кетіпті.